Арнамызға жаңадан ғана қосылған барша көрермендерге қайырлы таң деп біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз бағдарлама барысында бүгін ғана айтып өттік, жаңа ғана. Бүгін енді ақын, жалпы поэма жазған, өлең жазған Алаш қозғалысының қайраткері бүгін Мағжан Жұмабаевтың туған күні дедік. Осы тақырыпты өрбіту, жалғастыру мақсатында бүгінгі күннің, яғни бүгінгі күннің жас прозашысы, ақыны, соларға сөз бермекшіміз. Яғни бүгін бізде студиямызда жас прозаш, әңгіме жазушы Хакім Дәлелхан келіп отыр. Жалпы сіздің бағдарлама басындағы өлеңіңіз, яғни біздің қонағымызға дәл тұспас, дәл сол жайлы айтылған дейді. Мен жастарға сенемді, енді жас ақын шақырып отырмыз. Одан бөлек биыл жастар жылы, біз жастарды қолдауымыз керек деген мақсатта біз бүгін Хакімді шақырып отырмыз. Жалпы қалыңыз қалай? Жақсы. Қайырлы таң. Қайырлы таң сіздерге де. Рахмет. Жалпы таңдарыңыз қалай еді жалпы өзіңіздің? Таңертең бірінші бет қолымыз жуып, көркем табиғатпен сондай сырттағы болмысқа көп қарағым келеді. Өйткені табиғатты адаммен біте қайнастырып қойған жаратқан жаратушымыз. Сондықтан кей күні ақша бұлттармен бой таластырып, бой өрістеткім келеді. Сол жайында қалам тербеп, сол жайында мәтін қозғағыңыз келеді дегендей. Әрине, жалпы енді оянғаннан бері осы таңның атқанына, аман есен оянғанына шүкіршілік етіп күнді бастап кетеміз, адам баласының бәрі сондай ғой. Жалпы енді жас прозашы ретінде, жас әңгіме жазушы ретінде таныстырып жатырмыз. Басымдағыңыз қалай? Жалпы өлеңді көбірек жазасыз ба? Әлде мына қара сөзбен байланыстырып, осы жалпы проза жазғанға басымырақ па сізде? Қара сөздің қаймағын бұзбай, мәтіннің салмақтатып арттырып, прозаға көп қадам басам. Өйткені ақын болу жан тазалығынан ғой, екеуінде де тең басым жүреді. Сол себептен қара сөз көп қолдан. Тақырыбыңыз қандай? Тақырыбым көбінде өз өмірімнен алғым келеді, шынайы мәтінде. Мысалы, ана туралы өзімнің аз да болса да парталас ғашық ретіндегі сондай бір оқиға желісінде алып жазғым келеді. Алғашқы әңгіме қандай болды? Не жайлы болды? Алғашқы әңгіме өзімнің анам туралы болды. Өйткені әрбір баланың өсіп өруі сол аналарымыздың дұғасы қасиетінен дарып отқан шығар. Осындай бір өрістеп жүргеніміз. Сол себепті сол кісілердің құрметіне ертең күні мен де болашақ жас жұбайым анамдай құрметтеп, қарындасымдай аялап өссем деген мақсатпен. Жалпы енді білеміз, Хакім, сіз осы жерде оқып жатырсыз қазірде, бірақ ол өзіңіз Қытай елінен, Қытай Республикасынан келдіңіз. Жалпы бұл деген елдегі сол жақта қалған анаңызды, ата-анаңыздың сағыныш шығар мүмкін, сол тақырыптар. Жалпы енді неше жасынан бастап жаза бастадыңыз прозаны? 13 жасымнан бастап. 13 жасынан. Жалпы саған өлең жазған ыңғайлы ма, жоқ әлде әңгіме жазған ыңғайлы ма? Қайсысың жақынырақ саған? Әңгіме жазған ыңғайлы. Неліктен өлең емес? Өйткені өлең тумайды жайшылықта дейді, қайшылықта туады дейді. Бірақ та көбінде Жәдей Шәкен ағамыздың әңгімелерін, Қаралы көш, сондай әңгімелерді оқу барысында, мысалы, Соңғы көш деген романдарын оқу арқылы қара сөз мені осы бір жақсы бір кейін өмірдің белесінен көрсететін сондай жолға апаратын болып сезіледі, маған жақын сезілетін. Бекбол, жалпы енді әр адам, барлық әдебиетке келген адамдардың барлығы өлең жазу міндетті емес қой, шын мәнінде. Кейбіреу прозаға жақын болады, кейбіреу мысалы өлең жазғандардың ішінде де мысалы махаббатқа, табиғат лирикасына жақын болады. Біреулер патриоттық өлең жазғанды жақсы көреді. Сондықтан мен бұл жерде Хакімді түсініп отырмын, шын мәнінде өзінің таңдаған бағыты бар, өзінің стилде қалыптасып қойған шығар. Ал енді қандай мысалы прозаларды оқисың, қандай шығармаларды жалпы оқисың? Мүмкін өзіңнің көңіліне шығып жатқан, мүмкін сен олардан бір леп алатын шығарсың, өзінің бір қалайды толықтыратын жерлерін бар шығар мүмкін. Қандай шығармалармен жалпы байланыс бар? Мысалы, Мұхтар Шаханов атамыздың Құзбасындағы аңшының зарын. Сол кісінің кітабын көп оқимын. Өйткені сол кісінің пайымдары бізге керек секілді әрбір жастарға алатын. Өйткені қазақтан шыққан ең алып ақын менің көңілімде. Сол себепті Мұхтар атамыздың, Оралхан Бөкейдің
Әзілхан Нұршахиева атамыздың кітаптарын көп оқыдым. көп оқыған. Керемет. Жалпы қаншаға жуық әңгімең бар қазіргі таңда? Онша көп емес, 10-ға жуық. 10-ға жуық, иә? Олар енді көлемді шығар енді? Көлемді. Десе де ішіндегі жүрегіңе жаққан ыстық қайсысы әңгіме? Айықпас дерт. Не жайлы? Мысалы, бір жас жігіт үйленіп, сонда жолдасына ғашық болып, сол бір аурудан өмірден өтеді, сол барысында әйеліне, баласына аманат етіп кеткен сөздері, сол бір әттең осы өмірдің келтелігі, мен егерде қайтадан дүниеге келсем осындай бір өкінішсіз бәрін қанағаттандырып өтем деген бір идея жазған. Иә, жалпы енді өзіңіз жапшасыз, мысалы, жас студентсіз, сіздер енді қазіргі жастардың ойы бір әлеуметтік желіде, осылай қызбаған болады ғой жастарда. Ал сіздің ойыңыз салмақты, жалпы, иә, мысалы, жазған тақырыбыңыз да салмақты. Соған қарағанда, жалпы, қалай өзіңіз ойламайсыз ба? Неге мен ауыр осындай тақырыптар таңдаймын? Маған мысалы жеңілірек, осындай бір қалай сатиралық тұрғыдан мүмкін шығармалар ондай көрген жоқсыз ба? Неге ауыр тақырыптар таңдайсыз? Өйткені бір қасымда өзім дос балам болды, ол кісінің бір жолда ата-анасы бірдей кетті да. Соның мұң шерін өзіме алып қабылдағым келеді да. Өйткені қарға тамырлы қазақ бір-бірімізбен біте қайнасып жатамыз. Неге жазбасқа кей нәрсені? Өйткені бір мың ұласып кететін болғандық. Әрине жақсы шаттық жағында алып жүруге бар. Жақсы, рахмет. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бізде бүгін жас прозашы келіп отыр, Хакім Дәлелхан. Ал Хакім, жалғастырсақ жалпы, иә? Ауыр тақырыптар деп жаңа ғана біз айтып өттік жалпы. Ал алдағы уақытта жоспарларыңды бөлісіп өтсең, жалпы енді мүмкін әңгімелеріңді қазір үлкен жазушы ағаларымыз байқап жатқан шығар, көріп жатқан шығар, сынап жатқан шығар, мүмкін осыны былай жаз, мынаны былай жаз. Мүмкін енді алдағы уақытта кітапта шығару жоспарда бар шығар, соған тоқталып өтсең. Көбінде ойлаймын, өмірде барымды салып, бір өмірдің өз қалпында, өз бір қалыпта бір мұқаба ретінде қалдырып кетсем деген. Енді бәрін уақыт көрсетеді, еңбегімен уақытым дәлелдейді. Жақсы ұстаз керек шығар маған. Иә, ал жалпы жазу үлкен ағаларымыз бар ма осы жергілікті мына Павлодар облысының, мысалы, сенің шығармаларыңды байқап, оқып жүрген, талдау жасап жүрген, мысалы, мына жөн-жоралғы, яғни бір бағыт беріп жүрген ондай адамдар жоқ па әзірге? Қазір бар, енді бұлай жазсаңыз болар еді деген Айман апайымыз бар осы ПГУ-дан. Иә. Сергелікбай ағамызға бара алмадым, бірақ та ол кісінің өзім ұстаз шәкірт ретінде мен өзімді ұсыныс қабылдатқым келеді, сол кісіге ұсыныс еткім келеді. Бір дәптеріңді алып келіпсің, қойын дәптерің бе бұл енді не енді? Кішкене бір, егерде ішінде бірдеңесі болса, енді бізге ұсынсаң, айтсаң көрермендерге. Жалпы бұның ішінде менің білуімше әңгімелер, иә? Әңгіме бір 2-3 өлеңдерім бар. Қысқа нұсқа ғана айтып. Кішігірім өлең оқып бересіз. Жарай. Бізде уақыттығыз. Иә, уақыттығыз мүмкін кіші, бір-екі шумақ қана. Өзімді күтіп жүрген, және менде күтіп жүрген бір жан бар шығар. Соған болашақта, соған арнау ретінде жазған. Жақсы. Барлығына сыр толып атыраптың, сылдырына мұң кешіп жапырақтың, түн тышқаны тың-тыңдап баспалайды, қалған күйін кесіп жапалақтың. Жұлдыз біткен жамырап көгендерің, бұлттар шауып барады, биік мінген. Мұңға батқан пендесін алдады ма, ай төнеді хал сұрап мына меннен. Иә, бұл кішігірім ғана үзінді өлеңіңіз. Жалпы енді бізді байқап отырмыз, бағдарлама барысында Хакім кішкене қобалжып отыр, тікелей эфирге алғаш рет шығып тұрғанын біз түсініп отырмыз оны. Енді біз сізді әрқашанда қолдаймыз, биіктерден көреміз, біз сіздің көргіміз келеді. Жалпы жаңалықтарыңыз болып жатса, әрқашанда осы студиямызға шақыруға тырысамыз.